Қайын достар, төртінші тоқсан тжб, екінші нұсқасын қараймыз. Екінші нұсқада 6 есеп бар. Бірінші нұсқасын біздің барлығын таба аласыңдар. YouTube каналға жазыңдар. Шарттарын болса комментарий қалдырып кетіңдер. Ал сонымен бастайық. Бірінші есеп. Айнымалының қандай мәндерінде алгебралық бөлшектің мағынасы бар? Яғни, мына x-тің қандай x-тарды біздер қоя аламыз, қандай x-тарды қоя алмаймыз. Қысқаша айтқан кезде солай болады. Ол үшін сендер мына бөлімін қарайсыңдар. X квадрат минус 9 тең 0-ден теңдеу шығарасыңдар, x-тарды табасыңдар. X квадрат тең 9, бұл жерден x тең болады, плюс минус 3. Сосын айтасыңдар, біздер мына өрнекке плюс минус 3-ті қоя алмаймыз. Осы сандардан басқа кез келген санда бұл бөлшектің мағынасы бар деп айтамыз. Оны былай жазсақ болады. Минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, біріктіру минус 3-тен 3-ке дейін, бірігу 3-тен плюс шексіздікке дейін. Осы аралықтағы сандарды қоя аламыз. Немесе қысқаша x тең емес плюс минус 3 дейміз. Осы сандан басқа кез келген санды қоямыз деп айтамыз. Міне осы екі нұсқаның біреуін жазасында жауапты. Бөлшекті қысқартыңыз. Ол үшін алдымен сандарын қысқарта алайық. 15-ті 5-ке қысқартсақ 3 болады, мына жерге тең дейміз. 20-ны 5-ке қысқартсақ 4 болады. X квадрат пен x кубты қысқартатын болса, мына жерде 2, мына жерде 3, сондықтан біреу қалады, мына жерде жауап 4x-тен 3 болады. Бөлшекті ықшамдап a тең 2, b тең 1 болғанда мәнін табыңыз дейді. Тең деп мына жерде жалғастырайын. A квадрат минус 14 AB қосылған 49B, ол былай жазылады. A минус 7B квадратный. Ал мына жақта A минус 7B деп көшіреміз. Енді көріп тұрғандар, мына жерде квадрат болғандықтан бөлімдегісімен қысқартамыз, сонда A минус 7B дейміз да, A-ның орнына 2-ні қоямыз, 7, B-ның орнына 1-ді қоямыз. Енді көріп тұрғандар жауап минус 5 болады. Бірден орнына қоймайсыңдар да A мен B-ні. Алдымен қысқартып аласыңдар, сосын бар орнына қоясыңдар. Бөлшекті қосу мен азайтуды орындаңыз дейді. Асын қарайық. Мен мына жерге көшіріп алайын. 2, 5, 2 бөлінген 5b қосылған b-дан 1 тең. Ортақ бөлім 5b болады. Қосымша көбейткіштер береміз. Мұнда 1 болады, мұнда 5 болады. 1-ді 2-ге көбейтсек 2 болады, 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады. Сонда жауап 7 бөлінген 5b. Біріншісі осылай болады. Екінші b 3 бөлінген 2 минус y бөлінген азайтылған y квадрат минус y квадрат деп бірден жаза салайын. Енді былай жасайық. 2 минус y дейміз да, азайтылған y бөлінген, мына жер орын ауыстырайық енді. 2 квадрат минус y квадрат деп. Орын ауысқан кезде мына жерде мына алдындағы минус плюсқа айналып кетеді. Алымдарды орын ауыстырғанда осылай болады. Ары қарай тең дейміз. 3 бөлінген 2 минус y қосылған y бөлінген 2 минус y, 2 плюс y. Міне осылай. Енді ортақ бөлім бізде былай болады қазір. 2 минус y, 2 плюс y. Міне осылай жазып алайық. Қосымша көбейткіш мұнда y, 2 плюс y барады да, мұнда 1 барады. Сонда 3 көбейтілген 2 плюс y қосылған y-ке 1-ді көбейтсек 1 болады. Тең. Жақшаны ашатын болсақ, 3-ті 2-ке көбейтеміз. 6, 3y қосылған y болады. Бөлінген енді мына жерде бірден ықшамдатсақ 2 квадрат минус y квадрат деп тең. Сосын 6 қосылған 4y болады мына жерде, бөлінген 4 минус y квадрат. Міне осылай болады бұл жерде. Келесі. Алгебралық бөлшектерді көбейтіп бөліңіз дейді. Енді біріншісінде көбейтуі болады. 24ac куб бөлінген b-ның 5-ші дәрежесі көбейтілген b-ның 4-ші дәрежесі бөлінген 18a куб c тең. 18 бен 24-ті 6-ға қысқартсақ 3 2 болады. Мына жерге бірден жазып қояйық. 3 2 деп. Сосын c куб пен c қысқаратында c квадрат қалады. a куб мына жерде a кетті. Мына жерде a куб болса 2 қалады. Мына a квадрат мына жерде қалады. b 5, мына жерде 4. Мұнда b-ның 1 қалады. Міне осылай болады бұл жерде. Келесі. x қосылған y квадрат бөлінген x квадрат минус xy көбейту деп жазайық бірден. Орын ауыстырамыз xy минус y квадрат 5x қосылған 5y. Тең. Бірінші жақшаны көшіріп аламыз осылай. Сосын көбейту дейміз де, жақшаны сыртына y шығарсақ x минус y болады. Мына жақта x шығарсақ x азайтылған y болады. Көбейтілген 5-ті шығарсақ x қосылған y болады мына жерде. Енді x қосылған y мынадан кетеді біреу, квадратын өшіреміз. x қосылған y кетеді. x минус y кетеді. Сонда не қалды? x қосылған y көбейтілген y. Бөлінген x көбейтілген 5. Болды, міне жауап осылай болады. Енді кішкене
ықшамдап дұрыстап жазатын болсақ, x қосылған y, мына жерде y жазамыз, 5x бар. Міне әдемі осылай болады жол. Келесі, бөлек ықшамдаңыз дейді. Мынау бірінші амал болады, мынау екінші амал, үшінші, мынау төртінші амал болады. Біріншісіне жазып алайық. А квадрат минус 3а қосылған 9 дейміз. Бөлінген. Енді мына жерде 1-дің квадраты, мынау 3-дің квадраты. Сондықтан мен 1-ден 3а минус 1, 3а плюс 1 деп жазамын мына жерге. Көбейтілген аны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, мына жерде ол 3а қосылған 1 болады. Бөлінген. Ал мына жерде 27 ол 3-дің кубы. Сонда кубтардың қосу формуласы бар ғой. Сол бойынша а плюс 3, сосын а квадрат минус 3а қосылған 9 деп жазып аламыз. Тең. Мыналар кетеді, қысқарып кетеді. 3а плюс 1, 3а плюс 1 кетеді. Сонда мына жерде а қалады. Сосын 3а минус 1 көбейтілген а плюс 3 қалады. Енді екінші амал а бөлінген дейміз да 3а минус 1 дейміз. Сосын а плюс 3 дейміз. Азайтылған а қосылған 3 бөлінген, мына жерден аны жақшаның сыртына шығарсақ, 3а минус 1 қалады. Тең ортақ бөлім а болады, 3а минус 1 болады, сосын а плюс 3 болады. Міне. Мына жерге не жетпейді бізге? Тек а, мына жерге не жетпейді? А плюс 3 жетпейді. Сонда көбейтетін болсақ а квадрат болады, ал мына жерде а минус 3-дің квадраты. А плюс 3-дің квадраты. Мен былай жазып қояйын. Тең, енді а квадрат минус, жақшаны ашатын болсақ, а квадрат минус 6а минус 9 болады мына жерде. Ана жақта көшіреміз. А плюс 3, 3а минус 1. Енді орындармен ауыстырып жазып қойдым, онда тұрған ештеңе жоқ. А квадраттан а квадрат кетеді. Мына жерде жақшаның сыртына 3-ті шығарсақ, даже минус 3-ті шығарсақ, онда 2а плюс 3 болады. Бөлеміз оны а плюс 3, 3а минус 1. Екінші амал осылай аяқталады. Үшінші амал. Осыны аламыз да қазір біздер минус 3, 2а плюс 3, а, сосын а плюс 3, 3а минус 1. Оны көбейтеміз, орынмен ауыстырамыз мыналарды, иә? Мына жоғары кетеді, мына астына кетеді. Сонда аны шығарып жіберетін болсақ, бірден а қосылған 3 болады да, ал мына жақта астында 3 болады. Сосын мына 3 пен 3 қысқарады. А плюс 3 пен а плюс 3 кетеді. Сонда не қалады? Минус, алар кетеді екен даже, алар кетеді. Үстінде тек минус 2а плюс 3 қалады, ал астында 3а минус 1 қалады. Соңғы төртінші амал, осыны қайтадан көшіреміз, минус 2а плюс 3 бөлінген 3а минус 1 дейсіңдер. Азайтылған 7а плюс 5 бөлінген, мына жерде 2-ні жақшаның сыртына шығарайық бірден, бір азайтылған 3а болады. Сосын мына жерде мына минус астына жіберейікші біздер. 2а плюс 3 болады да, сонда 1 минус 3а орынмен ауысатыны. Мына жерде орынмен ауысады, минусты біздер астына енгізгеніміз үшін. Сосын минус 7а плюс 5 дейміз да, мына жақта көшіріп ала саламыз, 1 минус 3а. Сонда ортақ бөлім 2, 1 минус 3а болады. Қосымша көбейткіш мында 2, мында 1 болады. Сосын 2-ні көбейтеміз, 1-ден көбейтеміз 2а, сосын 3-ке көбейтеміз. Сонда 4а плюс 6 минус 7а минус 5. Мына жерде қараңдар, 1-ді 7а көбейтеміз, 1-ді 5-ке көбейтеміз, мына жерде плюс қой, бірақ минус деп жазасыңдар, өйткені алдына минус тұр. Дальше бөлінген ортақ бөлім бізде былай еді. 1 минус 3а жаңа. Тең 4адан 7-аны азайтсақ минус 3а болады, плюс 1 болады. Бөлінген 2, 1 азайтылған 3а. Тең. Енді бізде былай жасайық. Мына екеуін орынмен ауыстырайық, мына қараңдар. 1 минус 3а болады. Сосын 2, 1 минус 3а. 1 минус 3а мен 1 минус 3а қысқарады. 2-ден 1 болады жауап. Міне, осылай шығады. Достар, 6-шы тапсырма, 2-ші нұсқа, 1-ші нұсқасын ютубтан табасыңдар дедім. Каналға жазылыңдар, сұрақтарың болса комментария қалдырып кетіңдер.